Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен сүзбені қалай дайындау керегін үйренетін боламыз. Өте оп-оңай қарапайым заттармен дайындап аламыз. Бізге ең алдымен 5 литр құлдың сүті керек болады. Бізде бұл сүт ауылдан келген және оны алдын ала пісіріп дайындап алып келген. Сол сүтіміздің 1,5 литрін өлшеп алып, осылай сап-сары болып бетіне май шығып тұрады. Содан соң лимон кислотасын осылай 0,5 ас қасық көлемінде салып алып, жақсылап араластырып, ірітігі шыққанша араластырып алатын боламыз. Тоқтамай араластырған дұрыс, өйткені асты кәдімгідей жабысып қалады екен. Сол үшін осылай дұрыстап араластырып аласыздар. Мен сол қолдың сүтінен көп нәрсе жасап алдым және осыдан қалған сары суына блинчик жасадым, панкейк жасадым. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Және адам ағзасына қолдың сүтінің әсері өте жоғары. Маған қолдың сүті қатты ұнайды. Әсіресе тамағыңыз ауырып жүрген кезде таң азаннан пісіп тұрған сүтіміздің үстіне сары май немесе балымызды салып, араластырып, таңғы асқа ішіп алсаңыздар, тамақ ауруларыңызды бірден басатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, іртіктері бөлініп шығатын кезде, бөлініп шықтау деген кезімізде осылай сицаның көмегімен сары суын бөліп алатын боламыз. Осылай құрғақ ыдысты алдын ала дайындап алып, ситаға құйып, сары суын бөліп алдым. Осы сүзбеден сіздер таңғы асқа сырники жасасаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Менде қалған сүтті қалай пайдаланғаным жайлы ешқандай видео түсіріп үлгерген жоқпын. Бірақ сіздер қорықпай пайдалана берсеңіздер болады. Көп кісілер осылай қолдың сүтінен сыр жасап алады. Бірақ мен сүзбе жасауды жөн көрдім. Міне көріп тұрғандарыңыздай, дәмі өте керемет болып шығады екен. Қолданар алдында сары суды қайта құйып пайдалансаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.